Оңтүстік Қазақстан облысында 7000-нан астам студент жеке кәсібін ашып, шаруасын дөңгелетуге мүмкіндік алып отыр. Алғаш рет студенттік бизнес инкубатор ашылды. Облыстық кәсіпкерлер палатасы үздік деген жобаға арнайы грант бөліп, бизнес құрылымды да тауып беруге дайын. Шымкенттегі жоғары оқу орындарының бірінде ашылған орталық жастар арасында кәсіпкерлікті қолдап, тың жобалардың жүзеге асуына мұрындық болмақ. Арнайы мамандар жастарға бизнес жоспар түзуден бастап, инвесторларды қалай тартуға болады, құжаттарды рәсімдеу, қомақты қаржы көзін табу сияқты кеңестер береді. Көрсетілетін қызмет тегін. Қазірдің өзінде 12 жоба әзірленуде, солардың бірі екінші курс студенті жасаған қоқысты қайта өңдеу технологиясы арқылы пластиктен тұрмысқа қажетті заттар жасау жобасы. Ол өзінің бұл идеясы жүзеге асатынына бек сенімді, өйткені жаңа жүйе қоршаған ортаны ластанудан сақтап қана қоймай, мұнай өнімдерін үнемдеуге де септігін тигізбек. Қоқыс қалдықтары үйіліп төгіліп жатады. Пластик, баклажка немесе басқа да бөтелкелер көптеп үйіліп төгіліп жатыр. Соларды зерттеп, жаңағыдай Швейцарияның технологиясы бойынша соларды өңдеуді қолға алуды ойластырдым. Бизнес идея қызық, жақсы, инновациялық болатын болса, қайтарылмайтын 3 миллион теңгеден жаңағы шағын қаражаттарды бөлуге дайынбыз. Екіншіден, өзіміздің облысымыздағы үлкен бизнесмендерді тартып, олар да қазір қызығып отыр. Егер жақсы бір бизнес идеялар болатын болса, оған біз қаражат бөліп, сол бизнес идеяны іске асыруға дайынбыз деп отыр.